Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Салтанат. Бүгін сіздермен осындай кішкентай баланың аяқ киімін тоқитын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: бірінде табан, арнайы суретті табан, крючок номері 1-75, және маркерлер керек болады. Жіп Ализе Бахар жібі, ақ жіп Ализе Бахар, қызыл жіп менде Ализе Дива Плюс. Мен көбінде байқасаңыздар аяқ киімді осы Дива Плюспен тоқимын. Өте ыңғайлы. Ализе Бахардан да тоқуға болады. Қызыл жіпті де Ализе Бахардан алып тоқуларыңызға болады. Және де шетін жиектегенде менде қазір суретке байланысты қара түсті Ализе Бахар жібім болмады. Сондықтан мен Иран жібін пайдаландым. Бір қабатты Иран жібімен шетін жиектедім. Және де софти Ализе осындай жұмсақ түкте жіп. Сондай жұмсақ, осындай декоративный дүниелер тоқуға өте ыңғайлы, өте әдемі көрінетін жіп. Ал керекті заттарымызды түгендеп алдық. Енді тоқмаға кірісейік. Тоқмаға кіріспес бұрын менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып кетуді ұмытпаңыз. Жиектеліп дайын тұр. Жиектеуді менің каналымнан табан жиектеу дегенді көрсеңіздер болады. Сол жерден алып, соған қарап жиектейсіздер. Содан кейін осы видео арқылы тоқуларыңызға болады. Оның бәрін описаниеда, астында описаниеде ссылкасын тастаймын. Және де жіптердің атауын, метражын описаниеде жазатын боламын. Бастайық. Білесіздер, қара жіппен көрінбейді онша. Сіздерге мына жердегі осындай түсті арнайы дайындап қойдым, сіздерге көрсету үшін. Сонымен көрсететін болам. Бұл жерде жиектеуді сол видеодағыдай жиектейсіздер. Содан кейін тағы бір қатар мен жоғары көтергем. Ол қатарды қалай көтересіздер? Міне, жиектеу жасалып тұр. Мысалға, жиектеу жасалып тұр, иә? Сіздер бір қатар орамсыз қатар көтересіздер. Аяқ киім тоқыған кезде негізі сыртынан тоқимыз, е? Сырты өңі болғандықтан, сырты әдем болу үшін. Бұл жерде ішінен күршектеріңізді алып, ішкі жағынан, тоқманың ішкі жағынан осылайынан алып, жиектеген көзшелеріңіз өрімдерден астынан өстіп, сол жақтан. Бұл жерде байқасаңыздар, менің крючогым мына жіптің қалыңдығына келмейді. Сонда да мен сіздерге көрсетейін. Міне, осылай аласыз. Осылай алып. Бұл көрсетіп жатқаны жиектеп болғаннан кейін бір қатар көтеру керексіздер. Міне, менде бір қатар көтеріліп тұр. Байқасаңыздар, бір қатар тоқылып тұр. Биігірек. Егер жай ғана жиектеп қоя салсақ, ол бұндай биік болмайды. Жиектеп боласыздар. Болғаннан кейін сол қалпында жиектегенде де үш жағынан жиектейсіздер ғой. Сол қалпында бір қатар, бір рет түгел орамсыз баған тоқып шығасыздар. Содан кейін жіптеріңізді қиясыздар, қиып алып тастайсыздар. Болды, осы жерден ол тоқма бітті. Енді сол жиектелген жерге, міне осы жерден көрсетемін сіздерге. Жиектелген жерде, міне мынау жиектеліп тұр. Мен қазір қызыл жіппен бұл жерге де көрсетейін, бірақ сіздерге көрінбей қалуы мүмкін. Сондықтан мен ашық түсті жіп те алып көрсетемін. Оны тоқымамызды бұрып тоқимыз. Міне, ішіне қаратып бір қатар
көтердік қара жіппен. Енді оны үзіп тастадық, алып тастадық. Енді негізгі жібімізді аламыз. Мына жерден қараңыздар. Ішкі қабырғасынан, іш жақтағы қабырғасынан жартылай баған көтеретін боласыздар. Бүйтіп жартылай баған. Жартылай баған дегеніміз орам жасаймыз. Ар жақтан жібімізді алып шығамыз да, осы үшеуін күрчекте тұрған үш жіпті бірақ бірден бір жіпке өстіп өткіземіз. Оны жартылай баған деп айтамыз. Полустолбик. Тағы да міне ар жағындағы қалтырамыз. Арғы көзшенің арғы қабырғасынан жасаймыз. Сонда бер жақта бізде бос бергі қабырғасы қалу керек. Осылай айналдырып түгелінен тоқып шығамыз да бекіту жасаймыз. Енді мына қара жіппен түсінем, көрінбейді, сондықтан мен сіздерге ақ жіппен, ақшыл жіппен көрсететін боламын. Міне жіп, ақшыл. Жаңағы айтып отырғаным, міне мына өрім ғой, міне өрім, мынау екі бұлайнан тоқимыз негізінде, осылайнан тоқимыз. Бірақ біз бұл қатарда, тек қана осы қатарда міне осылай ар жағындағы өткізіп күршегімізді өстіп жібімізді алып шығамыз. Енді мен әрқашан ұзын жіп қалтырам. Өйткені мен бұл иінеге өткіземде ар жағына жасырып тігетін болам. Бір көзше жоғары көтереміз. Орам жасаймыз. Жанындағы тағы да көзшенің арғы қабырғасынан аламыз. Жарты баған жасаймыз. Ораймыз. Міне, қазір жақындатайын. Ораймыз. Міне өрімді көріп тұрсыздар, міне өрім. Соның міне арғы қабырғасынан аламыз. Осылайынан көтереміз. Ораймыз. Арғы қабырғасынан аламыз. Көтереміз. Осылайынан бір қатар айналдыра, міне мына қабырғаларынан ғана тоқып, айналдырып, шығып, жоғарыға көтерген жеріміз бар ғой, мына жер. Осы жерден, міне осы жерден бекіту жасаймыз. Бекіту жасайсыздар. Содан ары қарай тағы да көрсететін боламын. Міне бірінші қатарын тоқып болдым. Енді мына жерге бір көзше бастағанда көтердік қой, сол жердің астынан өткізіп күрчегімізді бері қарай алып, бірден мына күрчектағы жіптен де өткізіп аламыз. Енді бір көзше жоғары көтереміз. Орам жасаймыз. Мына емес, келесіден. Бұл жерден де алуға болады. Міне бастаған жерден. Мен мына келесіден алып отырам. Әрқашан сол кезде міне бұлайнан тартыңқы болып шығады. Бүйтіп тұрғанда баланың аяғына мына жері бекітіп жақсы тұрады. Бүйтіп кең болып кетпейді. Аяғына түсіп қалатындай. Мына жерін қысыңқырап жақсы болып тұрады. Сол үшін мен орайым. Тура міне мынау тұр ғой, бірінші, ең бірінші, одан емес, одан кейінгіден алам. Сіздер сол жерден де алуларыңызға болады. Кейін
мына жоғары қарай қонышын көтерген кезде бұл жерде бір тарылту бар, қысқарту бар, кішірейтіп жібереміз. Орам жасаймыз. Күршегіміз ары қарай өткізіп, жіпті алып шығамыз да, мына үшеуді бірден мына жұмыс жіпті үшеуіне өткізіп аламыз. Бұл бізде жартылай баған өстіп, екінші қатарда қызыл жіппен, екінші қатарда өстіп айналдыра тоқып шығамыз. Осылайынан 4 рет, бірінші қатар тоқылды, екінші қатар, үшінші, төртінші қатар ешқандай өзгеріссіз орамды жартылай баған тоқитын боламыз. Осылайынан соңына дейін тоқимыз да, жартылай баған тоқып келіп, мына жерден бекіту жасаймыз. Бір көзші жоғары көтереміз, үшінші қатар тоқимыз, бекітеміз, үшінші қатар тоқимыз, бекітеміз, тура бірінші қатарда көрсеткендегідей бекітеміз, жоғары қарай бір көзші көтереміз де, орам жасап жартылай баған тоқимыз. Солайынан 4 қатар тоқимыз. Бірінші қатардағыдай артынан алмаймыз орамны, көзшені бейтіп орап алып, мына екі қабырғасынан да өткіземіз. Көрініп тұрған өрім бар ғой, содан өтеміз. Міне аламыз, міне мына өрім көрініп тұр, сол өрімнен өстіп алып, осылайынан өтеміз. Осылайынан 4 қатар көтерілу керек бізде. Оны сіздер өздеріңіз жасай алады деген ойдамын. 4 қатар көтереміз. Ары қарай 5-ші қатарды қалай тоқитынын көрсететін боламыз. 4-ші қатарды тоқып болдық. Енді мына жерден бекітеміз. Бекіту жасаймыз. Бір көзше ары көтереміз. Енді бізде алдыңғы жағынан қысқарту жасау керекпіз. Бас жағын осындай бүгу үшін. Ол үшін ортасын табамыз. Тоқымамыздың тура алдыңғы жақтан тура ортасын табамыз. Міне. Мына жер. Енді көзбен өздеріңіз өлшеулеп қарайсыздар бұлай. Тура ортасы. Бұл жерге маркер немесе басқадай түсті жіпті өткізіп қоясыздар. Енді маркерден бастап 14, оң жағына 14, сол жағына 14 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Бұл жерге де бір маркер орнатамыз. Енді ортадан бастап кері түспейміз. Мұна белгілеген жер бар ғой, мұна 14. Сол жерден бастап 28 болғанша санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мұнан алып тастауға болады. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28. Значит, 28. Не. Өстіп бүктеп бір қарап аламыз. 28 дәл кеп тұр. Енді маркермен белгілеген жерге дейін
маркермен белгілеген жерге дейін жартылай баған тоқимыз. Мен ақырын көрсетіп отырмын. Егер жаңадан бастап тоқып жүрген адамдар болса, міне үшеуінен осы маркердің жанына дейін тоқимыз. Не маркерға жеттік. Енді қысқартулар жасаймыз. Ол үшін міне орам жасаймыз. Мына жерден күршегімізді өткізіп, міне орамды баған тоқимыз ғой, сол сияқты, бірақ та екеуін осылай аламыз. Орамды бағанды соңына дейін тоқмаймыз. Крючокте өстіп қалдырамыз. Тағы да орам жасаймыз. Оның жанындағы көзшеге өткізіп, тағы да жібімізді, жұмыс жіпті алып шығып, міне осылайынан біріктіріп тоқимыз. Енді осы крючокта тұрған үшеуді біріктіру керекпіз. Міне өстіп біріктіріп алдық. Орам жасаймыз. Олардың жанындағы, міне оның жанындағы көзше тұр ғой, міне осыған кіргіземіз. Жібімізді алып шықтық. Тағы да осылай жасадық. Ораймыз тағы бір рет. Оның жанындағыдан өткіземіз. Жіпті алып шығамыз да екеуін, екі жіпті біріктіреміз. Міне крючокта үшеу қалды. Осы үшеуді осылайынан өстіп біріктіріп аламыз. Тағы да міне жанында тұр ғой, міне осыдан өткіземіз. Жоғарыға алып шығамыз. Өткіземіз. Алып шығамыз. Содан кейін бір айтарым, мен қалай екен білмеймін, мен өстіп біраз қозғап аламын. Орнына түсіп, бәрі бірдей болу үшін. Содан міне осылай жасаймыз. Тағы да жандағы осылай істейміз. Алып шықтық. Соңына дейін тоқмаймыз, жандағысын тағы солай жасап аламыз да, өстіп үшеуінің басын біріктіреміз. Осылайынан мына маркер тұрған жерге дейін тоқимыз. Маркер тұрған жерге дейін қысқарту жасайтын боламыз. Міне ортадағы 28 көзшені қысқарттық. Мынандай бізде ағылшынша В әрпі сияқты, мынандай птичка сияқты 14 болу керек. Енді жартылай бағандар тоқимыз. Соңына дейін жартылай бағандар тоқитын боламыз. Қарама-қарсы жақтағыдай ешқандай өзгеріссіз енді жартылай баған тоқып, соңында бекіту жасаймыз. Осылайынан соңына дейін тоқимыз. Міне бекіттік, орам жасаймыз. Тағы да жартылай баған тоқып бастаймыз.
жартылай баған тоқуды білесіздер. Баған тоқимыз. Мына жердегі міне екі айыр болып тұр ғой, мына жерде. Сол жерге дейін міне біреу қалғанға дейін жартылай баған тоқимыз. Міне айтқандай, қараңыздар, мына жерге жақындап қалдық. Міне ең бірінші мынау қосқан жеріміз бағанаға, сол жерге міне оң жағынан бір орамды баған жасаймыз, біреу. Тағы да орам жасаймыз да, келесі жаны соның енді сол жағы ғой, соған кіргізіп бір орамды баған жасаймыз. Тағы да енді қысқартуды бастаймыз. Міне орамды соңына дейін, орамды бағаны соңына дейін тоқымаймыз. Міне осылай жасаймыз. Енді міне үшеуінің басын бірге қосып аламыз. Енді келесі бір орамды бағанды толығымен тоқимыз. Міне бір орамды баған. Енді қысқарту болады. Міне бір орам баған соңына дейін тоқымаймыз, жарты жолдан тоқимыз, жарты жолға келіп тоқтаймыз. Міне осылайынан орамды ғана тоқып аламыз. Міне үшеу, осы үшеуді үстіп қысқартамыз. Тағы да кезектетіп бір орамды баған толығымен, одан кейін келесін қысқарту қылып жасап, жаңа міне толығымен болды, енді қысқарту. Қысқарту. Осы жерге келгенге дейін, мына жерге келгенге дейін солай бір қысқарту, бір орамды баған. Сөйтіп алмастырып отырып тоқимыз. Қазір мына жерде бір орамды баған тоқылу керек. Енді қысқарту жасау керекпін. Міне. Қысқарту жасадық, енді қарасаңыздар, міне мына жерде қысқарту жасадық. Міне бұл жерде бір орамды баған тоқимыз, толық бір орамды баған тоқимыз. Міне біреу тоқыдық. Міне келесі тағы біреу жаннан бір орамды баған тоқимыз. Тура бастағандағыдай. Басында бір орамды бағаннан екеу тоққанбыз, тура сол сияқты аяқтадық. Орам жасаймыз. Енді соңына дейін міне осылай жартылай бағандар по столбикті тоқимыз. Соңына дейін тоқимыз. Осылай соңына дейін тоқып бекіту жасаймыз. Аяқтап қалдық. Бекіту жасадық. Енді тағы да жартылай бағандар тоқитын боламыз. Міне. Жартылай бағандар тоқимыз. Бұл жерде тағы да қысқарту болады. Міне. Осындай пәтіңкеге ұқсас болып келе жатыр. Бұл жерде қысқарту енді қай жерге дейін тоқимыз. Жартылай бағандарды мынау бір қысқартқан жеріміз бар ғой, міне көрінеді. Айыр сияқты, міне екі. Сол жерге дейін тоқимыз. Осы жерге дейін тоқимыз. Міне керекті жерімізге дейін жартылай баған тоқыдық. Ол дегеніміз міне мына жер, мынау қысқартқан жер. Алғашқы қысқартқан жер айыр тәрізді болады. Сол жерге келдік, міне. Осы жерден қысқарту жасаймыз. Келесі жандағы
міне 3 крючогымызды 3 жіптің басын бүйтіп қосамыз. Бір қысқарту жасалды бізде. Енді ораймыз. Жанындағы көзшеден бір орамды баған тоқимыз. Келесісін қысқарту жасаймыз. Міне бұлай. Оның жанындағы көзшеден тағы да күршегімізді өткізіп, жіпті алып шығып, міне осылай қысқарту жасаймыз. Келесі оның жанындағыдан бір орамды баған тоқимыз. Міне. Енді байқасаңыздар, міне соңғы қысқарту болады. Міне. Алдық. Болды. Бұл жерде қысқартуымыз аяқталды. Енді соңына дейін жартылай бағандар тоқып бекітеміз. Келесі қатарды қалай тоқитын көрсететін боламыз. Сосын жартылай бағандар тоқимыз, осы жерге әкеп бекітеміз. Міне жартылай бағандар тоқыдық, бекіттік. Бір көзше жоғары көтердік. Енді тоқымамызды бұрамыз. Тоқымамызды бұрамызда керісінше жүреміз. Және де орамсыз бағандар тоқитын боламыз. Міне орамсыз. Орамсыз бағандар тоқимыз. Тек қана бұл жерде маркерлеріңізді аласыздар. Мына жерде бағана қысқартқан жеріміз бар, я? Міне айыр ұқсап тұр, көрініп тұр. Сол жерден төмен қарай міне 1, 2, 3, 4 көзше санайсыздар. Бұл жерге маркер орнатып қойсыздар. Енді мына жағынан, келесі жағынан қысқартқан жерді табасыздар. Міне осы жерге содан 4 түсеміз. 1, 2, 3, 4.